Ағылшынша қалай ойланып бастауға болады? Өте жиі қойылатын сұрақ. Бұл сұрақтың жауабын мен университетімнің 2-ші курсында өзім үшін анықтадым. Неге десеңіздер, студент болғанда мен ағылшын дебатпен айналысатынмын. Біз жиі шетелге жарыстарға шығатынбыз және солай шетелдіктердің алдында сөз берген кезде бізге жиі айтатын: сіздердің сөйлемдеріңіз бір жағынан түсінікті, бірақ басқа жағынан бір шет тілде құрғандай болғансыңдар деп. Және шынымен де біз қазақстандықтар өте жиі сөйлемді алдымен қазақша немесе орысша құрамыз да сөздерді ағылшынға аударамыз. Өзіңізді таныдыңыз ба? Сол кезде менің көзіме бір техника түсті, менің жалпы ағылшынша ойлауымды, сөйлем құруымды өзгерткен. Ол әрине сөздерді ағылшыннан ағылшынға аудару. Қазақшаға емес, орысшаға емес, ағылшыннан ағылшынға. Бұл деген не? Яғни сіз жаңа сөзді көргенде ең алдымен оның өз тіліңіздегі аудармасын қарауға іздемей, ағылшынша дефинициясын, түсіндірмесін оқып көріңіздер. Бұл жаттығу неге пайдалы? Бұл жаттығудың арқасында сіздер сол сөзді ең алдымен ағылшынша ұғып бастаған кезде миыңызда көптеген байланыс пайда болады. Мысалы, empower деген сөз power және groups, authority деген сөзге байланысты болады. Сөйтіп, миыңызда сөздердің арасында үлкен тор пайда болады. Уақыт өте келе 1-2 айдан кейін сіз шынымен де сөйлемдерді ең алдымен ағылшынша құрастырып байқағаныңызды байқайсыз және көптеген синонимдер, көптеген сөздердің өзара байланысын көре бастайсыздар. Бұл оңай жаттығу емес, бірақ егер шынайы ағылшын тілінде ойланып бастағыларыңыз келсе, бұл ең көмектесетін құрал.